Бүгін Астанада Нұр Отан партиясының кезекті 16-шы съезі өтті. Жиында делегаттар партия атынан Қазақстан президенттігіне үміткер ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын бір ауыздан ұсынды. Партия мүшелерімен бірге жалпы қазақстандықтардан толассыз келіп жатқан ұсыныс тілектерді ескере келе, Нұрсұлтан Назарбаев президент сайлауына қатысуға өз келісімін берді. Съез барысында мемлекет басшысы әлем дағдарысқа қарсы мемлекетіміздің 5 институционалды реформалық бағытын атап көрсетті. Тілшіміз Бауыржан Бақытбек тарқатады. Еліміздегі ең қуатты саяси күш Нұр Отан партиясының бұл жиынының жүгі ауыр, себебі президент сайлауы қарсаңында өтіп отыр. Демек, еліміздің қиыр-қиырынан келген 2000 қатысушының алдында партия атынан саяси науқанға түсетін үміткерді әуелі сайлап алу міндеті тұр. Әрі дүйім дүниенің дамуын тежеп тұрған дағдарыс тұсында жаңа міндеттерді, оларды орындаудың тетіктерін айқындамақ керек. Елбасымыз, партиямыздың лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы тарихи жолдауында еліміздің жаңа даму жолын айқындап, нақты бағыттарды берілген Нұрлы жол бағдарламасының жариялады. Бағдарламаны іске асыруда бөлінген қаржының ел игілігіне шашаусыз жұмсалуын қадағалау Нұр Отан партиясының айрықша міндеті. Партиямыздың кезекті 16-шы съезі осынау сенімді ақтау жолында қабылданатын стратегиялық мақсат міндеттерімізді айқындауға арналады. Мүшелері миллионға жуықтаған нұротандықтар қазір елдік істердің қай-қайсына да белсенді араласып келеді. Қоғамның барлық саласында биліктің түгел тармағында тер төгіп жүр. Бүгінгі құрылтайға олардың әрқайсысы ел тілегін арқалай келіпті. Бізге керек ұтымды саясат, тиімді экономика, қауіпсіздік, тұрақты даму осы құрылтайдағы әңгіменің арқауы. Сонымен қатар, осы өзекті мәселелерді шешудің дұрыс жолын тауып, ел тізгінін берік ұстап отыра алатын азаматымызды қазір сайлап алуымыздың маңызы зор. Осымен ағайындар, президентке үміткер ретінде бәріміз бір ауыздан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты ұсынайық. Ассамблея как национальный. Қазақстан халқы ассамблеясы ұлттық әрі бүкіл халықтық институт ретінде бұл ұсынысты қолдайды. Нұр Отан партиясының атынан президент сайлауына Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуын барша халық қалайды. Бізге келіп жатқан мыңдаған хаттарда азаматтар ел тізгінінде біліктілігі мен тәжірибесін іс жүзінде дәлелдеген Нұрсұлтан Назарбаевты көргісі келетіндер жазады. Және бұл өтініштерін елбасы қабыл алады деген сенімдерін білдіреді. Абылай ханды көтергенде мына даланы қорғаған батырлар да құрметке лайық қой деген екен. Сонда Қабанбай айтыпты: хан біреу, қалғандары тіреу болу керек деп. Енді біз бабалардан қалған сол сөзді халыққа айтуға міндеттіміз. Елбасымыз біреу, қалғанымыз тіреу боламыз. Нар жолында түк қалмас деп сізге тағы сенім жүгін, елдің жүгін артқалы тұрған халықтың атынан үлкен өтінішін жеткізіп, сөзімді әрине өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Таңдаған тұңғышысың, еркін елдің, бәресте толғанысы сол күндердің, көк туын еркіндіктің сүйіп тұрып, халқыңа адалдықтың антын бердің. Сенеді тұңғышына қауым бүгін, сезеді сенім жүгі ауырлығын, нұр жүзді артылғанмен алға баста, көтеріп дәуіріңнің ауыр жүгін. Мұны өмір неткен мұнша ғажап еді, тарихқа есіміңді жазады енді, елбасым тұңғышым деп қол соғатын өзіңмен бірге бүгін қазақ елі. Осы айтылған үш азаматтың сөзімен де тоқтауға болар еді жалпы. Кенжеғали Әбенұлы бірінші күннен бірге келе жатқан академиямыз, Қазақстан экономикасының 180 күрделі кітаптарын шығарған. Үш тілге ауыстырып, қазақтың экономикасын жастарға, шетелдерге білдірген адам біліп, түсініп, көп сөз айтты. Енді ассамблеяда осы ұсынысты жасағанын білесіздер. Барлық жерлерде түкпір-түкпірлерін айтып отыр. Қазіргі біздің ақын қызымыздың айтқан керемет сөздері, сүйектен өтетін жалынды
ұраны қандай керемет. Осының барлығы әрине күш қуат береді. Сіздердің берген қуаттарыңыз, Алланың берген қуатыменен бірге талай жұмыстарды істерміз. Елбасы талай деген сөздің астарында нақты қандай міндеттердің тұрғанына жеке-жеке тоқталды. Ол әуелі ел ішіндегі тұрақтылықты нығайту, әсіресе қазіргі әлемдегі алмағайып уақытта. Екіншіден, экономикалық даму бір сәтке де бәсеңдемеу керек деді. Оған қажет жағдайларды жасауымыз керек. Және негізгісі дамыған 30 елдің көшіне қосылу. Бұл межелердің мерзімді орындалуы бір жағдайда ғана мүмкін. Президент бастап, халық қостаған кезде. Болашақ бағдарламасының арқасында өзінің асқақ арманына қол жеткізген жастардың басым көпшілігі мына мен сияқты қарапайым отбасынан шыққан жандар. Осының бәрі барша ел азаматтарына, жастарға теңдей жағдай жасап отырған сіздің сарабдал саясатыңыздың арқасы. Біз техникалық мамандықты игерген индустрияландыру бағдарламасын жүзеге асырушы жастар елбасының Қазақстанда мәңгілік елге бастаған барлық істерінің жалғасын тапқанын қалаймыз. Мен еліміздің баянды болуынан үміті зор жастардың, болашақ түлектерінің және өндірістегі инженерлердің елбасы кандидатурасын толықтай қолдайтынын мәлімдеймін. Ақтарсам көкіректен шыншыл жырды, қазағым татулықпен тіл сындырды. Дағдарыстың дауылы біз түгілі талай алып елдерді күрсіндірді. Елбасы көшті бастап келе жатыр, күні бұрын бағдарлап тылсым күнді. Алталашқа керегі ел бірлігі, бейбіт күн көгімізде күлсін нұрлы. Сондықтан өзіңізге тапсырмақшы, қалың ел екі тізгін бір шылбырды. Мына жол бабалардан жалғасқан із, жатпайды қын түбінде алмас нағыз. Қашанда жаныңызға тірек болған, қолдаңыз, ұлтыңызды қорғаштаңыз. Қанша масулардан адастырмай, аман сау алып өткен марғасқанбыз. Тағдырын жұртым сізге тапсырып тұр, тәуекел тағы да бір жол бастаңыз. Бегарыс айтыстың ақыны ғой, енді айтысатын ешкім жоқ сенімен бір жұрт. Әрбір сөз байқап тұрсам ойланған, түбінен сүйектен өтетін лебіз. Әр саясаткерге осыны есту өз халқының өкілінен. Ол деген артық мәртебе жоқ. Одан артық қуаныш жоқ. Нұрсұлтан Назарбаев қашанда сөзбен істің басын біріктірген саясаткер. Уәде еткен әрбір міндетін әркез мүлтіксіз орындап келеді. Сол үшін де халық елбасына сенеді, құрметтейді. Сайлауды өткізуді де қалаған халық енді сол сайлауға елбасының түсуін сұрап отырғанда өздері. Ұлы Абайдың қара сөздерін еске түсірейін деп отырмын сіздерге. Ол үшінші қара сөзінде былай дейді: 3 жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғанынан күн өтеді, соларға жауап беремін деп. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күн өтеді, ендігі кандидатпен. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы да болыс болып қалуға мүмкіндік болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды дейді Абай. Қандай шындық. 100 жыл бұрын айтып кеткен. Сайлау аншейін сайлау өткізу үшін емес, елді бірлікке шақырып, жұртты еңбекке үйрету үшін болса, ғанибет. Я пришел сюда и выступаю перед вами, наверное, соглашусь с вами о выдвижении моей кандидатуры с одной лишь целью, чтобы предложить новые задачи, сложные задачи, которые перед нами стоят. Президентке үміткердің елді ілгерілетуге арналған нақты жоспар болуы тиіс. Нұрсұлтан Назарбаев бұл қағидаға қашанда берік. Бұл жолда солай. Елбасы қазіргі сын-қатерлерден сүрінбей өту үшін ел алдында тұрған жаңа 5 міндетті атады. Біріншіден, мемлекеттік қызметті жаңғырту маңызды. Кәсібилендіру қажет. Салаға дарынды қызметкерлерді тарту талап. Қызметте жүргендерін біліктілік сынағынан өткізген жөн. Бір әкім өзгерсе, бір министр өзгерсе, артынан шапқылап бірге тобырменен алып келеді. Біреуі жақыным, біреуі туысқаным, біреуі досым, біреуі анау-мынау. Сөзің оған өтемайды. Коррупцияда, барлығы да солардан шығады, соның кейін өзіңді құртады алып келеді. Барлығы бар, барлығы қолдарында.
Сонда да қыруар берілген ақша игерілмей жылдың аяғында қайтадан келеді. Барлығын келіп сұрайсыңдар, ананы салайық, мынаны салайық, ақша беріңдер деп. Неге оны игермейсіңдер? Елбасы мемлекеттік қызметті тартымды ету үшін жалақы төлеу жүйесін қайта қарау керек деді. Меритократия принциптеріне басымдық берілуі керек. Совет өкіметі кезінде барлығы жаман деп айтуға болмайды. Бір басшыны шығару үшін алдымен ол ауылда істеу керек еді, басшы болып. Содан кейін ауданда істеу керек еді. Ауданнан қалаға келу керек еді. Қаладан облыстың әр жеріне өту керек еді. Содан кейін барып бастық болушы еді. Қазір как черт с табакерки выскакивает и сразу назначается мастером. Екіншіден, құқық қорғау органдары қызметінің сапасын арттыру керек. Мамандарды таңдаудың талабы қатал, тәртібі қатаң болуы шарт деді президент. Бастысы, сот жүйесін ашық әрі әділетуге күш салынуы тиіс. Судьи не должны быть закрыты наглухо корпорации и находиться вне общественной критики. Вообще открытость и критика – это лекарство от коррупции в судейских рядах, да и вообще. Непрозрачна для общества работа органов внутренних дел. Полиция должна работать так, чтобы повысить доверие общества к себе. Сегодня граждане слабо верят, что офицер дорожной полиции может оштрафовать акима, поймав его на улице, или министра. Я не говорю о Касымове, министр МВД, там вообще, наверное, отбегать будет от него. Тағы бір маңызды бағыт ретінде елбасы экономиканы әртараптандыруды атады. Яғни шикізатқа тәуелділіктен арылу керек. Дайын өнім өндіргенде де сапаға басты мән беру маңызды. Нефть был вчера 100, забавил, сегодня 50, завтра 40 станет, и мы сидим без денег. Потому что у нас никогда не было индустриализации, у нас не было другой экономики. Для Советского Союза мы были сырьевым придатком, который вывозили сырье. Так вот я хочу, и мы хотим, чтобы оно перерабатывалось здесь, давало добавочную стоимость, чтобы мы больше дорабатывали денег за счет этого богатства. Индустриализация не ради индустриализации, а ради того, чтобы производить конкурентную продукцию, ради того, чтобы поднять продукцию Казахстана. Сделано в Казахстане, made in Kazakhstan. Вот что нам надо. Төртінші тетік ел бірлігі, халықтың тұтастығы. Президент қоғамның қай саласында да әрбір қазақстандық ұлты, діні, тіліне қарамай тең құқылы болу керек деді. Мемлекет құрушы ел ретінде қазақ халқына айрықша жауапкершілік жүктеліп отыр. Қазақтар жаңа Қазақстанның болмысын қалыптастыруда барша ұлыстарды үйістірушы рөлге ие. Енді кімнің айыбы бар? Осылай болып қалдық біз көп. Ұлтты көп этникалық ел болды. Олардың жазығы бар ма? Сондықтан біз өзі заман, тағдыр, уақыт бәрі әкеле жатыр орын-орнына. Асығып сасатын еш нәрсе жоқ. Бұл жасап отырған саясат қазақтың ұлттық сипатын сақтап, дамытудың, еліміздің қазақы болмысын нығайтудың басты факторы деп санау керек. Вот 4 угла я сейчас сказал государственности. На базе этого фундамента, на этих 4 стенах, строится 5-е транспарентное, либеральное, подотчетное государство. Елбасы атаған бұл 5 міндет елдің іркіліссіз ілгерілеуіне арналған. Әр бағыт дәлел, дәйек, тиянаққа негізделген. Сондықтан оларды орындауға кідіріссіз қазір кірісу шарт. Әлбетте, ортақ мүдде төңірегінде билік, бизнес және халық түгелдей топтасуы керек. Кейінгі ұрпаққа кемел Қазақстанды табыстау бәрімізге ортақ парыз. Біз әлемдегі ең мықты 50 елдің сапына еркін қосылып, енді ең қуатты 30 елмен иық тірестіруге жолға түстік. Біздің ашық аспан астында ештеңеге теңермейтін бір ғана жалғыз отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Бізге 21 ғасырда бағдар болатын бір ғана стратегия бар, ол Қазақстан 2050. Баршамызды ерен істерге жетелейтін бір ғана ұлы мақсат бар, ол мәңгілік ел. Осы жолда күллі халқымызды біріктіруге, мақсатымызды орындауға жұмылдыратын күш Нұр Отан партиясы. Моим ответом должны быть выполнение тех 5 задач, которые я сегодня поставил перед собой, перед народом. Поэтому
я заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатом в президенты партии «Нур Отан». Бұған дейін де біз осы партиямыздың көптеген съездерінде мен делегат болып сайландым. Сол съездерде де осындай үлкен партия төрағасының, елбасының қатысуыменен шешімдер қабылданған болатын. Сол шешімдердің де бүгін барлығы өз дәрежесінде, өз уақытысында жүзеге асып келе жатыр. Жылдан жылға осы еліміздің жағдайы артып келе жатыр. Елбасы қойған сияқты межедегі нағыз дамыған 30 мемлекеттің арасына кіруге барлық мүмкіншілік бар, потенциал бар, халықтың достығы бар, татулығы бар, жұмыс істейтін жағдай бар. Қаншама бастауыш ұйымдар құрылды Нұр Отанның. Міне солардың үлгілі жұмыстары, солардың халыққа жасап жатқан еңбектері, оның барлығы сол адамдарды құлшынып, өздігінен сол партияға тартылуға, сол әлеуметтік шаруаларға бірге кірісуге табиғи жаңағы сұраныс әкеліп отыр. Сондықтан халықтың, елдің бұл партиямызға деген сенімі мол. Бауыржан Бақытбекұлы, Жұмағали Біргебаев, Қанат Әбілдин, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана.